Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай жасалу жолы өте оңай, құрамы көп заттарды қажет етпейтін сырные колечки дайындайтын боламыз. Ендеше менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен осындай таза ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстіне шым-шым тұзымызды саламыз. Екеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Блендердің көмегінсіз ақ вилканың көмегімен араластырып алуға болады. Оның үстіне араластырылған жұмыртқамыздың үстіне жұмсақ осындай творогымызды саламыз. Менде өте жұмсақ, түйіршіктелмеген творог. Оның үстінен осындай терканың майда көзінен өткізілген сырымызды салатын боламыз. Екеуін жақсылап тұрып мұжғылап біріктіріп аламыз. Егер де сіздерде творог ірі болса, блендердің көмегімен мұжып алсаңыздар болады. Оның үстінен осылай жаймендеп тұрып, илектен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Мінекей, дайын болған қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп алып, домалатып, колечки дайындайтын боламыз. Менде осындай орташа есеппен бірнеше колечкилар дайын болды. Сіздерде қалың емес, өте жұқа емес, осындай орташа ғып жасасаңыздар болады. Дайын болған колечкиларымызды ыдысымызға салып, оның бетінен жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған отымызға салуға дайындайтын боламыз. Қызып тұрған пешімізге бір 15 минуттай қойып аламыз. Бұл тез дайын болады. Мінекей, менікі дайын болды. Өте жұмсақ, есі хош есті, сырдың есі керемет шығып тұр. Ішінде сырларым балқып тұр. Ыстықтай жесеңіздер, өте керемет, әрі тез дайын болады, достар, көріп тұрғандарыңыздай. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қойыңыздар, достар.